Құрметті оқушылар мен ұстаздар, бүгінгі математика және біз атты көшбасшылық сабағымызға қош келдіңіздер. Сонау алысқа жүзсін десең кемелер, тылсым сырлы ғарышқа ұшсын десең денелер. Жауап беру үшін де математика ең маңызды ғылым бұл. Сондықтан да сол ғылымның тілін біл. Жүзген кеме тұманда неге дасып кетпейді? Немесе ол бір маңда неге төмен шөкпейді? Оны сақтап қалатын математика ең маңызды ғылым бұл. Сондықтан да сол ғылымның тілін біл. Арифметикадан бастау алып, ұзақ сапар шеттік біз. Кейде құлап, қайта тұрып, осы күнге жеттік біз. Арғы тегім математика боламыз. Ғылымдардың көшін бастап, алғы шепте келеміз. Алгебра, геометрия деп бөлініп кеттік біз. Егемен болып енші алып, мақсатқа да жеттік біз. Алгебрамен боламын, математика бөлімі, өрен биік сенендағы фигуралар көрігі. Вавилонда Египетте, атамұра кешегі, жеткен еке бүгінгіге теңдеу шешу есебі. Хорезмде ғылымға еңбек етіпті, әлжебір алгебра деп аталып кетіпті. Сөз берсеңіз мен алайын, аманбысың бауырым. Басқалардың ішіндегі көретін ең тәуірім. Геометрия грек сөзі жер өлшеуден шығыпты. Эвклидтей ұлы ғылым сырын ұғыпты. Фигуралар қасиетін жария қылған әлемге геометрия бауырыңнан баршаңызға сәлемде. Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Төрегелдиева Аяна. Мен 10-шы В сынып оқушысымын. 3 тең 2 ол қалай? Біздің білуімізше 3 пен 2 ешқашанда тең болмайды. Бірақ осы жерде біз математикалық софизм дегенді қолданамыз. Математикалық софизм дегеніміз не? Математикалық софизм дегеніміз түрлендірулер арқылы екі өрнектің немесе екі санның тең екендігін анықтау, яғни дәлелдеу. Математикалық софизмді қолданған кезде көзге көрінбес қателіктер де болады. Енді осыны тауып көрейік. Мысалға, -6 тең -6. Біз бұны 9 - 15 және 4 - 10 деп жазып аламыз. Міне. Енді 9-ды 3-тің квадраты, ал 15-ті 3 көбейтілген 5. 4-ті 2-нің квадраты, 10-ды 2 көбейтілген 5 деп жазып аламыз. Енді осы жерден теңдіктің екі жағына да бірдей санды қосамыз. Ол 25 бөлінген 4 болсын. Міне, қостық. Енді 25 бөлінген 4-ті 5 бөлінген 2-нің квадраты деп жазып аламыз. Міне, жазып алдық. Енді дәл осы өрнекке 2-ні көбейтіп және 2-ні бөлеміз. Міне. 2-ні көбейттік және 2-ні бөлдік. 2-ні көбейттік және 2-ні бөлдік. Осы жерде қарап отырғандарыңыз бойынша формула келеді. Екі жағы да формула келеді. Ол қандай формула? Біріншінің квадраты азайтылған 2 көбейтілген бірінші мен екіншінің көбейтіндісі қосылған екіншінің квадраты. Мына жағы да тура сондай формула келеді. 3 - 2-ден 5-тің квадраты, 2 - 2-ден 5-тің квадраты. Енді осы жерде квадраттарына айырыламыз. Сонда бізде мынандай өрнек теңдік келіп шығады. 3 - 2-ден 5, 2 - 2-ден 5. Енді бұл жерде біз -2-ден 5-терді қысқартып жібереміз. Енді бізде осы жерде 3 тең 2 деген шығады. Енді осы математикалық софизм демекші, осы жерде қателікті анықтап көріңіздер. Сіздерге 10 секунд уақыт беремін. Тапқандарыңыз жарайсыздар, ал таппағандарыңыз қателік мына жерде болады. Бұны қалай түсінуге болады? Міне, квадраты және квадрат.
Мысалы, бағана осындай формуланы аламыз. 5-тің квадраты тең минус 5-тің квадраты. Бұл дұрыс. 25 тең 25. Ал мына жерде ішіндегі сандардан бәрібір 5 тең минус 5 деген теңдік болмайды. Квадраттан айырылған кезде бұндай теңдік дұрыс болмайды. Ал енді сіздер назарыңызға бір қарап шығыңыздар. Қарап шықсаңыздар, математикалық софизм дегенді түсінді деп ойлаймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Сәлем барлықтарыңызға, мен есімім Қуандық Тоғжан. Бүгін мен сіздерге математикалық фокус көрсетпекшімін. Ол үшін көмекшім ретінде құрбымды алып отырмын. Алдымен кез келген 4 таңбалы санды жазамыз. Осылай 5 қатардан жазып шығамыз. Және осы 5 қатардағы сандардың бәрін қосып шығамыз. Сен қоса бер калькулятормен. Менің жауабым қанша шықты сенде? 21232. Жауабы 21232. Бұл қалай шықты десеңіздер, бұл әдіс 4-9 әдісі аталынады. 4-9 әдісімен шығады. Яғни, мына жердегі 2 санды, әр санды бір-біріне қоссақ 4-9 шығуы керек. Мысалға 4-ке 5-ті қоссақ бізде 9 шықты. 3-ке 6-ны қоссақ 9, 6-ға 3-ті қоссақ 9, 1-ге 8-ді қоссақ 9. Мен әдейі астыларына 9 шығатындай етіп сандарын жазып отырдым. Мына жерде де дәл солай 4, 9. Бұл әдісте бізде жауабын нақты білуге болады. Цифрымыздан 2 санын азайтамыз, сонда бізде 2 шығады. Осы 2-ні біз алдына апарып қоямыз. Және де жауабындағы 2-ні 4-тің орнына әкеліп жазамыз. Сонда бізде 21232 деген жауап шықты. Осы біздің математикалық фокус. Назарларыңызға рахмет. Лайфхактарымызда 2 таңбалы санды 11-ге тез әрі жылдам көбейтудің тиімді әдісін көрсеткен болатынбыз. Ал бүгін 11 санын көп таңбалы санға көбейтіп көрсек, қалай болады екен? Алдымен алдыңғы сабақты бір мәрте еске түсірейік. 11-ді 27-ге көбейту үшін 2 мен 7-ні екі шетіне жазып қоямыз. Сосын оларды қосып алып, шыққан санды ортасына жаза саламыз. Нәтижесінде жауабы дайын болды. Екінші, 11-ді 76-ға көбейтсек, дәл солай 7 мен 6-ны жазып алып, одан кейін оларды қосамыз. Осы жерде ұмытпаңыз, 13-тің алдындағы бір саны бірінші тұрған санға қосылып кетеді. Сонда жауабы 836 шығады. Ал енді көп таңбалыға келетін болсақ, ереже бұрынғыдай сақталады. 2 мен 6-ны екі шетке жазамыз. Сосын сандарды соңынан бастап бір-біріне қосып шығамыз. Мысалы, 6 мен 1-ді, 1 мен 8-ді, 8 мен 5-ді. Бұл жерде де 13-тің бірі алдыңғы санға қосылып кетеді. Сонда 25816-ға 11-ді көбейткенде 283976 шықты. Енді 1000-нан 358-ді алсақ.
Жалпы математикалық дәстүрге сүйенсек, 0-дің алдында 1 бар деп есептейміз. Яғни 10-нан 8-ді аламыз, 2 шығады. Алайда келесі 0-дердің орнына 9-ды қойып есептейміз. Сонда 9-дан 5-ті алғанда 4, 9-дан 3-ті алғанда 6 шығады. Жауабы 642. Сондай-ақ 100 мыңнан 21287-ні алу үшін де жоғарыдағы әдісті қолданамыз. Бөлуге келсек, 4240-тан 5-ті бөлу үшін алдымен 4240-ты 10-ға бөліп, оны 2-ге көбейтеміз. Толық жауабы дайын болдым. 355-ті де дәл осы әдіспен 5-ке бөлеміз. Сиқырлы саусақтардың да математикада көмегі зор. Мысалы, 9-ды 4-ке көбейту үшін 4-ті белгілеп аламыз. Содан оған қарай нүктелеп санақ жүргіземіз. Сөзіңе сенбей, есепте де білмей, қиналамын сонша, бұжыбылар болса, қиналамын неге, оқысам да күнде, жаттаймын мен формула, жатып алып түнде, бұжыбылар қанша, күліп жүре берем, қайғысы жоқ жанша, есептерім көптеп, уайымдама сонша, шешіледі бәрі, шешілмейтін болса, шешіледі бәрі, шешілмейтін болса. Есің күнде өмір сүргін келмей, жабырқама босқа, елдің бәрі сендей. Әрбір адам үшін өткен күндер тәтті, бұл күндерде дөйтте бағалы әр сәтті. Бұжыбылар қанша, күліп жүре берем, қайғысы жоқ жанша, есептерім көптеп, уайымдама сонша, шешіледі бәрі, шешілмейтін болса, шешіледі бәрі, шешілмейтін болса. Елбасымыз 21 ғасыр білім мен ғылым ғасыры деп атаған. Математика ғылымдар патшасы, информатика ақпараттар ғылымы. Яғни оған бүгінгі күнде көзіміз жетіп отыр. Күннен күнге ғылым мен техника өрлеп дамып келе жатыр. 30 елдің қатарына қосу үшін әрбір жас өз үлесін қосу керек. Кешіміздің соңғы сәті таяп қалды демеңіздер, біз өнерді аяп қалды. Іс-шарамыз онлайн болғандықтан кешіміз осыменен аяқталды.